назар аударыңыз. Сәлем құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Елбасы медалының атауы ел үміті болып өзгереді. Медалды енді оқу-ағарту министрлігі табыстайды. Ашық НХ порталында жарияланған үкімет қаулысының жобасына сәйкес, бұрын Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Елбасы қоры табыстап келген Елбасы медалын енді ел үміті медалы деп атау жоспарланып отырғаны белгілі болды. Сондай-ақ, енді аталған медалмен марапаттау іс-шараларын оқу-ағарту министрлігі ұйымдастырады. Өзгерістерді енгізуге 2023 жылға 13 ақпанда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Елбасы туралы қара конституциялық заңының күші жойылуы себеп болған. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.